Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен маквей пирог дайындайтын боламыз. Меренга, мак өте керемет үйлесіп, дәмді пирог болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында сары май және де құмшекер саламыз. Енді бізге 3 жұмыртқа қажет. Ағы мен сарысын бөлек салып аласыздар. Бізге сарысы қажет тестаға. 3 жұмыртқамыздың сарысын ғана салып, енді вилканың көмегімен жақсылап мыжып араластырып шығатын боламыз. Міндетті түрде сары майларың жұмсақ болуы қажет, сонда тез араласып ериді. Құмшекеріміз толықтай еруі қажет. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді бізге мак қажет. Осылай үстіне салып, енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Тура рецептпен жасасаңыздар, пирогтарыңыз өте керемет шығады. Осылай әбден жақсылап араластырып алатын боламыз магымызды. Енді бізге ұн қажет. Ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Ұн салдық, енді разрехитель салатын боламыз. Барлығын салып алдық, енді қолымызбен жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Бір-біріне жақсылап біріктіріп, араластырып аласыздар. Осындай басында бірікпеуі мүмкін, кейін өте әдемі тесто шығады. Осымен дайын. Осылай өте әдемі болып шықты. Енді пакетке салып, меренгамызды дайындағанша холодильникке салып қойыңыздар. Енді құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқаның ағын салатын боламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Кішкене миксерлеп болған кейін құмшекер саламыз. Тағы да ең азынан бастап жақсылап миксерлейсіздер. Тек бір жағына қарай жақсылап араластырып, осылай көпіршіп бастайды. Миксерлеріңізде құрғақ болуы қажет. Және де бізге крахмал қажет. Кукурузный немесе картоп крахмалын қоссаңыздар болады. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Осылай тоқтатпай миксерлей бересіздер. Толықтай крем болғанша. Енді тестамызды холодильниктен алып жаятын боламыз. Осы тестаны 2-ге бөліп жайсаңыздар болады. Домалақ формада, қалаған формаңызда. Мен осылай бірден үлкен қылып жасадым. 4-1 қылып осындай формамен кесіп, артық шеттерін алып, осылай аз шеттеріне қосып қойдым. Осымен дайын. Енді бетіне жаңағы меренгамызды жағатын боламыз. Осында ақпайтын әдемі крем шығуы қажет. 170 градуста пісіріп аласыздар. Осылай меренгамыз өте әдемі болып шықты. Астындағы кожасы толықтай піскен. Енді осыны толықтай суытып алатын боламыз. Енді осыны мен тура ортасынан 2-ге бөлетін боламын. Сіздер бөлек пісіріп алсаңыздар болады. Осылай шықты разрезінде. Кожа өте әдемі, меренгісі өте дәмді болып шыққан. Енді крем дайындайтын боламыз. Бізге сливки қажет. Және де творожный сыр, және де құмшекер салдым мен. Сахарный пудра қолдансаңыздар болады. Енді миксер қоспастан бұрын кішкене осы творожный сырымызды ертіп алатын боламыз. Енді жақсылап азынан бастап миксерлейсіздер. Тоқтатпай араластыра береміз қою болғанша. Креміміз осылай қоюланып, толықтай творожный сырымыз еріп, осылай ақпайтын болған кезде крем дайын деген сөз. Осымен біздің креміміз дайын, өте дәмді болып шықты. Осылай креміміз дайын болуы қажет. Енді кремімізді жағып шығатын боламыз.
арнайы насадкамен сәндеп алсаңыздар болады. Әдемілеп қалай сәндесеңіздер де өз еркілеріңізде. Толықтай крем жағып шықтым. Енді екінші бөлігін осылай бетіне қоятын боламыз. Үстіне басудың қажеті жоқ. Енді бетін сәндеп шығатын боламыз. Қалай сәндесеңіздер де өз еркілеріңізде. Мен осындай кремді барлық шетіне жағып шықтым. Гүл формасы етіп. Өте дәмді болып шықты. Осы дайын болған пирогымызды бір күнге холодильникке қойып қоятын боламыз. Кремі сіңіп, өте керемет болып шығады. Разрезінде осылай шықты. Сіздерге видео ұнаса лайк, бас комментарий қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Баршаларыңызға ас болсын.